Достар, эксперимент YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үйдің төбесіне стекло ота орнатқан болатынбыз. Соны енді қаншалықты отқа төзімді, енді үйдің қауіпсіздігі маңызды. Сондықтан енді кез келген жерде стекло ота қойғызған болсаңыздар, қаншалықты дайын болу керек оған. Мен соған эксперимент жасағалы отырмын. Соны бірге жағып көрейік қаншалықты жанатын. Қазірге қатты жана қойған жоқ негізі. Жанып атқан сияқты, е? Жанды. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің қойған отымызға енді кішігірім бұл жанған жоқ біріншіден. Енді біз бұны көбірек от жағып үстіне тастап көрейік. Енді жана ма екен, жанбай ма екен, бір тексеріп. Достар, отымызды осындай үлкен қылып жақтық. Енді осының үстіне тастап көрейік. Енді стекло отамыз қаншалықты жанады екен көріп, тексеріп. Үстіне тастадық. Лаулап жанып жатқан оттың үстіне тастадық. Енді бұл қаншалықты жанады эксперимент ретінде. Lağlap janып жатқаны байқалмады ше. Қатты лаулап отпен бірге жанып жатқаны байқалмайды. Karbonat közündedir. Достар, осылай лаулаған оттың үстінде жатты. Асты осындай болып қарайған. Бірақ жанған жоқ. Осылай қалай бар, солай енді бет қарайған. Бұл стекло ота енді менің ойымша төбеге салуға болатын сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осындай қатты лаулаған оттың үстінде жатты 10 минуттай. Бірақ жанған жоқ. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздер төбелеріңізден не салдыңыздар? Комментарийге жазып кетіңіздер.